Төртінші, пайғамбарымыздың көргені, бастарына темір шоқпарлармен ұрылып азап шеккен адамдарды көрдім дейді. Бастарын темір шоқпармен ұрып азапталғандарды көргенде сұрайды, бұлар кімдер дейді. Сонда пайғамбарымызға Жәбірейіл періште, бұлар дейді, таразыдан жейтін адамдар дейді. Таразыдан алдайтындар. Вайлул лил мутаффифин деп келетін сүре бар, мутаффифин сүресі. Базарда саудамен айналысатын бауырларымыздың құлағына алтын сарға Құран кәрімде Алла Тағала қатаң түрде ескертеді. Таразыдан жемеңдер, метрмен өлшеп тартқан кезде одан да жемеңдер дейді. Оның қияметтегі азабы осы, басына темір шоқпармен ұрып жазалайды. Сондықтан да жалған дүниеде жаңағы 1 грамм, 2 грамм жеп жүріп, ақыретте оның азабын тартпаңыз. Алтын күміспен айналысатын бауырларымыздың да құлағына алтын сырға, яғни алтын күмісті де грамменен жеп, содан жағы байып жатқандарымыз бар ғой. Олардың да баратын жерден тозақ болады. Өйткені Алла Тағала таразыдан жемеуді бұйырды. Не болса да шындықпенен, ақиқатпенен